Саламатсыздар ма, YouTube арнама қош келіпсіздер, сіздермен бірге Диана. Бүгінгі видеода біз осындай қара бүлдіргенімізді қыс мезгіліне мұздатып дайындаймыз. Алдымен бүлдіргендерімізді осылай жақсылап тазалап алып, үстіне суымызды құйып, 2-3 рет жақсылап шайып тастаймыз. Тақтайымыздың үстіне қағаз сүргіні төсеп, үстінен бүлдіргендерімізді біртіндеп жаямыз. Және үстіне тағы да қағаз сүргіміз төсеп, осымен артықша суымызды алып тастаймыз. Кейіннен мұздататын тақтаймыздың үстіне пищевой пленкамызды орап, үстіне тағы да бүлдіргендерімізді біртіндеп жаямыз. Сонда бүлдіргендеріміз жабыспай, дара-дара болып, әдемі болып қатады. Үстінен осындай пищевой пленкамызды орап, жан-жандарын жауып, тоңазытқышқа 2 сағатқа, кемінде 2 сағатқа қоямыз. Сонда бөтен иістер ұрып қалмайды. Осындай пищевой пленканың ішіне салып, кейін қатырсаңыздар. Міне осылай мен 2 сағат мұздатып алдым, шығарып, осындай арнайы шеті өзі жабылатын осындай пакеттің ішіне саламын. Міне бүлдіргеніміз жақсы қатқан, мұны көрсетіп тұрмын. Әдем болып тұр. Енді қалай сақтасаңыздар да езілмей, әдемі болып тұрады, бір-біріне жабыспай. Міне осылай пакетке саламыз. Ішіндегі шамалы ауасын шығарып жіберіп, осылай аузын жауып қоямыз. Міне қыс мезгіліне дайын бүлдіргеніміз. Тағы да мына екінші варианты, мен осындай пакет ішіне уже мұздатып салып қойғанмын. Бұны осындай арнайы осындай контейнерлерге салып, үстін жауып, сыртына тағы да целлофан пакетті жауып, қыс мезгіліне сақтаймыз. Мен тағы да айтып кететінім, бүлдіргенім осындай өзі қара түсті болғанмен, мұздатқаннан кейін шамалы өзінің түсін өзгереді. Шамалы қызғыш тартып тұрады. Міне осындай осы бүлдіргендерімізді қыстың күні торттардың үстін сәндеуге, немесе арасында осындай прослойкаға, немесе капкейктердің үстіне салсаңыздар болады. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздермен бірге болған Диана. Сау болыңыздар.